Сәлем достар, сіздермен бүгін Рафаэлло тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаның өзін миксерлейміз. Қантты шетінен қоса отырып жақсылап араластырамыз. Бірден барлығын салып жібермеңіздер. Жұмыртқалы массамызды шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Бастысы бұл 2-3 есеге ұлғаюы тиіс. Ерітілген сары май қосамыз және де қайнап тұрған ыстық су қосамыз да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ұзақ араластырып қажет емес, тек қана масса бірігуі қажет. Ал енді біз құрақ массамызды дайындаймыз. Ұнға қамыр қопсытқыш салып араластырамыз. Жаңағы жұмыртқалы массамызға мен 2-ге бөліп салдым. Сіздер де 2-ге, 3-ге бөліп салып жақсылап араластырыңыздар. Дайын болған қамырымызды мен 26 диаметрлік формада пісірдім. 24-22 диаметрлік формаларда пісіре берсеңіздер болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Піскен-піспегенін шпажкамен тексереміз. Рафаэллоға арнап крем дайындаймыз. Менде 35% Чудское озеро сливки және де сливкидің салқын болғаны маңызды. Адысымызға салқын сливки құямыз. Оның үстіне сахарный пудра салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Миксермен шамамен 5-10 минуттай араластырамыз. Кішкене қойланған кезде үстіне творожный сыр саламыз да тағы да жақсылап толық қою кремге арналғанша араластырамыз. Шамамен 5 минут араластырамыз. Творожный сырдан кейін көп араластырып қажет емес. Тек масса бірігуі тиіс. Креміміз дайын болды. Силиконды лопатканың көмегімен осы ыдыстың жанындағы жиектерінен кремдерімізді тазалаймыз. Және де бізге қазір кокосовый стружка қажет болады. Осыны жаңағы дайындап қойған кремімізге осып жақсылап араластырамыз. Барлығы бір массаға айналуы тиіс. Осымен біздің Рафаэллоға арналған креміміз дайын. Ал енді тортты жинастырамыз. Подложканың үстіне кішкене крем құямыз. Тортты және де құрастырамыз. Мен кремді кондитерский мешокқа салып алып жинаймын. Ол өте ыңғайлы болады. Дәл видеодағындай жинап шығамыз. Және де осындай спатуланың көмегімен тортты жақсылап тегістейміз. Барлығы тегіс болған кезде екінші бисквитімізді қоямыз. Енді тағы да осының үстіне крем жағып шығамыз. Сіздерге беретін кеңесім тортты кальцияда жинаңыздар және де кремді кондитерский қапқа салып жинаңыздар. Өте ыңғайлы және де осындай спатуланың көмегімен тортты әдемілеп қаптай аламыз. Тортымыздың сыртын толықтай креммен қаптап болғаннан соң бетіне кокосовый стружка себеміз. Сіздерге де берер кеңесім кокосовый стружкамен сәндеңіз, немесе Рафаэлло конфеттермен сәндеп қойсаңыздар, Рафаэллоның нағызын аумай қалады. Ал енді осы тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. 1 сағаттан соң крем сіңгеннен соң жібереміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.